24 қаңтар күні Шахтинск қаласындағы дәмханалардың бірінде жанжал туындап, артынан тапаншадан оқ атылған. Нәтижесінде 3 адам дәрігер көмегіне жүгінсе, бір бала мен психолог жұмыс жасауда. Зай, прошу тебя, пожалуйста. Я тебя прошу, пожалуйста. Пожалуйста, встань сюда. Пожалуйста, встань. Дәмханаға келген бөлек дастарханда отырған қонақтардың арасында ерегес туып, арты жаппай төбелеске ұласқан. Ер адамдардың бірі травматикалық тапанша шығарып оқ атқан. Нәтижесінде жарақат алған 3 адам ауруханаға жеткізіліпті. Куәгерлердің сөзінше, оқиға орнында болған балалар қатты үрейленіп, психологиялық соққы алған. Полиция қару қолданылған бұзақылық бабы бойынша қылмыстық іс қозғаған. Жедел іздестіру шаралары кезінде полиция қызметкерлерімен ізін суытпай 28 жастағы қала тұрғыны ұсталып, ол бұзақылық барысында травматикалық қарудан оқ атқандығы туралы мойындау көрсетпе белгілерін берді. Бүгінгі таңда ол уақытша ұстау изоляторына қамалып, тергеу амалдары жүргізілуде.